Армысыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қалалық ветеринарлық қызмет мекемелері. Қала бойынша мал ауруларын басқару және де ветеринарлық санитарлық сәттіліктің негіздемесі болып табылады. Қалалық ветеринарлық қызмет мекемелеріне қалалық ветеринарлық станция жатады. Қалалық ветеринарлық қызметтің орталығы және жетекшісі болып табылады. Қала әкімшілігінің қарамағында негізгі міндеті қала бойынша ветеринарлық санитарлық сәттілікті қамтамасыз ету болып табылады. Негізгі функциялары: мал ұстаушы ұйымдарды тіркеу, мал өнімдері өңдейтін кәсіпорындарды есепке алу, эпизоотиялық жағдайды зерттеу. Штат құрамында станция бастығы, ветеринарлық емхана, ветсансарап лабораториясы және де рентген кабинеті болады. Станцияның міндеттері: жұқпалы аурулардан сақтану, диагностикалық зерттеулер жүргізу, егулер, емдік алдын алу шараларын жоспарлау, ветеринарлық санитарлық тексеріс, қызмет объектілерінде тексеріс жүргізіп, шаралар бақылау. Үшіншісі насихат және оқыту, мал иелерімен әңгімелер, кинофильмдер көрсету, бақ құралдары арқылы ақпараттар тарату. Бөлімшелік ветеринарлық емхана. Қала ішінде өзіне бекітілген аймақта жекеменшік және қосалқы шаруашылық малдарының ветеринарлық сәттілікті қамтамасыз ету. Емдік шаралар: ауру малдарды емдеу, алдын алу шаралары және де санитарлық гигиеналық ережелер. Басқарушылық функциялары: әдістемелік басшылық, мал өнімдерін бақылау және де зооантропоноздарды болдырмау. Емхана меңгерушілерінің міндеттері: талаптарды орындау, емхана талаптарының толық орындалуына жауапты болып табылады. Мүлікті сақтау, дүние мүлкінің сақталуына жауапты болып табылады. Және де қызметкерлерді жұмысқа қабылдау, босату станция бастығының билігінде болып табылады. Ветсансарап лабораториясы қалаларда, елді мекендерде және аудан орталықтарында құрылады. Аудандық ветеринарлық лабораторияға немесе қалалық станцияға бағынышты болып табылады. Күнделікті зерттеулер жүргізеді. Екінші дәрігер және де лаборанттар орташа зерттеулер жүргізеді. Және де жоғары зерттеулерді үшінші лаборант және де екінші санитарлар жүргізеді. Лабораторияның негізгі міндеттері: мал өнімдерін тексеру, базарларда сатылатын өнімдердің ветсан жағдайын анықтау, сапаны бағалау, бактериологиялық және биохимиялық зерттеулер жүргізу, сатуға рұқсат етілген өнімдерге таңба басу және де этикетка беру. Лабораториялық бақылау және құқықтары: меңгерушісі сатуға рұқсат етілген мал өнімдерінің ветеринарлық санитарлық сапасына жауапты болып табылады. Жарамсыз өнімдерді сатуға тыйым салады. Санитарлық ережелерді бұзушы орындарды жабады. Ережелерді бұзушыларды жауапқа тартып және де айыппұл салумен айналысады. Мал өнімдерінің сертификациясы: базарға түскен барлық мал өнімдеріне жергілікті ветеринарлық қызметтің куәлігі немесе анықтамасы болуы тиіс. Шығу жерінің куәлігі, өнімдердің ветеринарлық сәттіліктің анықтамасы, сатуға рұқсат, етке таңба басу және де басқа өнімдерге этикетка беру. Шартты өнімдер залалсыздандырады, күдікті өнімдер қосымша зерттеулер жүргізіледі. Жарамсыз өнімдер өтелтеуге немесе жоюға жіберіліп, акт жазылады. Қалалық ветеринарлық қызметтің басқа құрылымдары: құтыру ауруына қарсы станциясы қаңғыбас ит мысықтарды аулаумен айналысады. Құтырмадан сақтану және де жою шараларын жүзеге асырады. Жедел ветеринарлық көмек ірі қалаларда құрылады. Қоғамдық және жекеменшік малдарды ветеринарлық көмекпен қамтамасыз етеді. Кооперативтер және кәсіпорындар ветеринарлық іскерлікпен шұғылданушы мамандар жұмыс істейді. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.